Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осылай үшбұрышты самсаның жасалу әдісімен бөлісетін боламын. Толық керек заттарды төменге жазып қоямын. Алдымен ыдысымызға суымызды құйып, үстінен тұз саламыз және де ас содамызды салып, жақсылап араластырып, ұнын салып, қаттылау етіп қамыр илейтін боламыз. Менде қамырым дайын болды. Енді оны 5 минутқа үстін жауып қойып қоямыз. 5 минуттан соң алып, мен 4 жуалаға бөліп шықтым. Сіздердің өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен осы 4 жуалаға бөліп, тағы да 5 минутқа тындырып қойдым. 5 минуттан соң алып, жайып, жұқалау етіп жаямыз. Қалың болмау керек. Жұқа қылып жайсаңыздар, слойлары әдемі болып көрініп тұрады. Енді үстіне ерітілген сары майымызды толықтай жағып шығып, үстінен жайып алған екінші қамырымызды үстінен тастайтын боламыз. Оның да үстінен сары майымызды жағып, жақсылап қысып, орап шығатын боламыз. Арасында ауа қалмау қажет. Орап болған соң, холодильнигімізге жарты сағатқа қойып қоямыз. Холодильнигімізден қамырымызды алып, енді біркелкі етіп кесетін боламыз. Осылай видеодағыдай кесіп шығамыз. Достар, менге қолдау білдіріп, тіркеліп, лайк басып пікір жазып отырыңыздар. Менің видеоларымды 95% адам тіркелмей көріп жатады екен. Сол үшін маған қолдау білдіріп отырыңыздар. Кесіп алған қамырларымызды осылай жайып шығатын боламыз. Қалыңдығы осылай болу керек. Бұдан қалында жұқада болып кетпеу қажет. Енді ішіне салатын салмаларын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен ет, картошка, пияз салдым. Енді оны осылай үшбұрыш тәсілде түйіп шығатын боламыз. Түйілу жолы өте оңай деп ойлаймын. Егер сіз білетін болсаңыз, төменге білемін деп жазып кетіңіз. Үстіне бір жұмыртқаның сарысын осылай толықтай әдемілеп жағып шығатын боламыз. Үстінен күнжіт сүйіп шықтым, өте әдемі болып көрінеді. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міне, менде самсаларымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Егер осы видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.